Сәлем баршаңызға, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге салат цезарьдің рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл салат дастарханда әдемі, дәмі керемет шығады. Және осы уақытқа дейін каналымды қолдаушыларға рахметімді білдіремін. Ал жаңа каналыма тіркелушілер болса, міндетті түрде уведомлениеға басыңыздар, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ал бастаймыз. Бізге ең қажеті ол салат айсберг, помидор черри, піскен филе тауықтікі, 1 шай қасық горчица дижонская, 3 піскен жұмыртқа, сухарики, қаймақ, зәйтүн майы және лимон согы. Ең алдымен заправка дайындаймыз. Ол үшін бізге зәйтүн майынан 3 қасық қажет. Ал лимон согынан 3 қасық қажет. Және 1 шай қасық горчица дижонская. Аз ғана тұз. Және үлкен қасықтан 3 қасық қаймақ. Кез келген процентті бола береді. Және 2 кіші қасықпен, яғни шай қасықпен лимон бал қосамыз. Және барлығын араластырамыз. Бұл заправканы жалпы майонездің орнына қолдансаңыз өте керемет шығады. Және де келесіде дайын сухарик қолдансаңыз болады. Болмаса мен секілді нанды тураймыз 4 бұрыштап. Және қыздырылып тұрған майға қуырып аламыз. Қара бұрыш, паприка, кез келген специя қоссаңыз болады. Сухарикті қуырдық, міне дайын болды. Келесі барлық ингредиентті тураймыз. Ол бізде помидор черри, ортасынан бөлеміз. Піскен жұмыртқаны ортасынан бөлемін және оны тағы да 2-ге бөлемін. Жалпы оригинал рецептте перепелиные яйца дейді, бөдененің жұмыртқасы, егер қателеспесем. Және піскен филе тауық еті, оны жұқа қылып тураймын. Ал енді салатымызды жинай берсек болады. Ол үшін салат айсбергті міндетті түрде қолмен турау қажет, пышақпен турауға болмайды. Енді салатымызды жинаймыз. Жалпы мен порционны жинағандықтан қолмен жинаймын. Барлығын араластырып, үстіне помидор черри сала салсаңыз да болады. Бірінші салат айсберг салдым, одан кейін бетіне тауық филесін, одан кейін сухарики, және келесі помидор черри. Помидор черри болмаған жағдайда өзіміздің помидормен ауыстырсаңыз болады. Жұмыртқаны қойдым. Міне біздің салатымыз жартылай дайын. Енді заправканы құйып шығамыз. Мінекей тез әрі оңай жасалынды. Міндетті түрде қайталап көріңіздер. Және пікірлеріңізді комментарияда қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.